Сарысу ауданы Жарылқасын Отарбаев атындағы орта мектеп бастауыш сынып мұғалімі Искакова Амина. Қазақ тілі пәні 4-ші А сыныбы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы мәтіннің түрлері. Мақсаты: мәтін түрлеріне сәйкес мәтін құрап жазу, берілген тақырып бойынша әңгімелеу, сипаттау және пайымдау элементтері бар мәтін құрап жазу. Мәтіннің түрлерін ажыратамын, бағалау критерийі, шешімін табуға бағытталған сұрақтар құрастырып жауап беремін. Еске түсірейік балалар, мәтін дегеніміз не? Мағынасы жағынан өзара байланысты екі немесе одан да көп сөйлемнен құралады. Мәтіннің түрлері: әңгімелеу, сипаттау, пайымдау мәтін. Әңгімелеу мәтіннің ерекшелігі: мәтін не істейді, не істеді деген сұрақтарға жауап береді. Тірек сөздері етістіктерден болады. Сөйлемдер тізбектеле байланысады. Мәтін соңына қарай негізгі ой айтылады. Сипаттау мәтіннің ерекшелігі: сөйлемдерде заттың түр-түсін, қасиетін суреттейді. Сипаттау мәтіні қандай деген сұраққа жауап береді. Және тірек сөздер сын есімдерден болады. Пайымдау мәтінінің ерекшелігін еске түсірейік. Пайымдау мәтіні неліктен деген сұраққа жауап береді. Бірінші сөйлемде негізгі ой айтылады, ал қалған сөйлемдерде сол ой дәлелденеді. Енді балалар, осы әр мәтіннің өз ерекшелігіне сай өткен жылдардағы тақырыбымыз бойынша еске түсіріп, мына тапсырмаларды орындайық. Мәтінді оқы. Мәтінде не туралы айтылған? Қант пен тас. Кішкентай Болаттың қолындағы бір шақпақ қант байқаусызда жерге түсіп кетті де, домалап барып, сонадай жерге жатқан тасқа соғылады. Шекең ауырды ма? Деді тас масаттанып. Өзің келіп соғылдың ғой. Ауырған жоқ, деді қант ақырын ғана. Мен байқаусызда саған соқтығысып қалдым. Соғанда мақтанасың ба? Мақтанбағанда ше, бұдан былай байқап жүр. Менің денемнің шойындай қатты екенін біліп қой. Оның несін айтасың? Деді қант. Әркімде бір қасиет бар. Сен қатты болсаң, мен тәттімін. Ендеше білсең, айта қойшы, деді тас. Қатты жақсы ма? Тәтті жақсы ма? Бұл екеуінің сөзін тыңдап тұрған Болаттың атасы күліп жіберді де, негізінен тәтті жақсы, бірақ реті келгенде қаттының да қажеті бар, деді. Ахмет Сарбопин. Бұл мәтіннің қай түріне жатады балалар? Мәтіннің бөліктерін табамыз және де берілген сұрақтарды жалғастырамыз. Бірінші сұрақ: неге тәтті жақсы? Екінші сұрақ: қаттының қандай жақсы жақтары бар? Қалған сұрақтарды жазбаша жауап береміз. Жақсы балалар, олай болса келесі тапсырма. Суретке қарап, оқиға неден басталғанын, оқиға қалай өрбіді, әрі қарай не болды, немен аяқталды. Осыған әңгімелеу мәтінін құрап жазыңдар. Ол үшін әңгімелеу мәтінін құраудың нұсқаулығын басшылыққа алыңдар. Келесі тапсырма. Мәтінді оқы. Сипаттау мәтіні ме, әлде әңгімелеу мәтіні ме? Боданбек пен Шоғанбек үйелмелі, сүйелмелі. Екеуі бірге туған. Пішіндері де, мінездері де екі басқа. Боданбек ақ құба өңді, жұқалтаң, қағылез. Ал Шоғанбек жалпақ беттеу, тотыққан қызыл қоңыр, жұп-жұмыр, төртбақтау. Боданбектен жасы үлкен болса да, бойы 3 елде аласа. Боданбек елгезек, жан-жануарға жаны ашығыс, күшік көрсе де, мысық көрсе де тимейді, қыңсылатып ұрмайды, құйрығынан сүйреп бажылдатпайды. Жәнібек Карбозин. Ал балалар,
Екі баланы салыстыра сипаттауда қандай сөздер қолданылған? Олардың пішіні мен мінездерінде айырмашылығы бар ма? Қарамен жазылған сөз сипаттауда қандай рөл атқарып тұр? Мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтарды құрастырып көр. Жақсы балалар, бүгінгі сабақты қорытындылай келе кері байланысты бағалау дескрипторлары арқылы өздеріңе ұпай берулеріңе болады. Егер де мәтіннің түрлерін анықтауды білдім десеңдер, 1 ұпай беріңдер. Егер әңгімелеу, сипаттау мәтінін тауып дәлелдей алдым десеңдер, тағы да 1 ұпай беріңдер. Мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарды құрастыруды үйрендім десеңдер, тағы 1 ұпай беріңдер. Егер осы дескрипторлар бойынша сабақты жақсы түсінген болсаңдар, бүгінгі сабақта өз мақсаттарыңа жеттіңдер. Жарайсыңдар. Үйге тапсырма 48-49 беттегі 27 жаттығу. Кестенің көмегімен сипаттау мәтінінің ерекшеліктері тақырыбында хабарлама жаса. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.